Саламатсыздар. Мен бүгін қызылшадан салат жасаймын. Қызылшаның біздің ағзамызға пайдалы екенін бәрін білеміз. Суға пісірген күйде де, қандай күйде болса да қызылшада бар витамин қалады. Міне төркін аламыз. Төркіннің ірі жағынан өткізулеріңізге болады және ұсақ жағынан өткізулеріңізге болады. Өздеріңіз білесіздер оны. Мен ұсақ жағы ұнайды, сондықтан мен ұсақ жағынан өткіземін. Егер де түнде пісіріп қойсаңыздар, таңертең дайын тұрады. Мен мультиваркаға жарты сағатта пісірем, газде 1 сағатқа піседі. Міне қызылшаны өткізіп алып, ортасында чеснокты жіберулеріңізге болады. Одан кейін қайтадан қызылшаны, сол кезде үккіште чеснок қалып қоймайды. Міне бәрін өткізіп алғаннан кейін майонез саламыз. Майонез менің өзім жасаған майонезім, рецептісін астында салып қоямын, ссылкасын. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бір нәрсе түсініксіз болса сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Мен содан кейін осы жолы грек жаңғағын салдым. Алма қосуға да болады, үккіштен өткізіп. Мен грек жаңғағы болғаннан кейін соны салдым. Міне өте дәмді, тез жасалынатын салат дайын. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің видеомды ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.